Ассаламалейкум. Мен Айбек Барыс боламын. Алтай деген бауырым туралы естіп жатырмын. Қазақтың күші бірлікте екенін көрсетейік. Келгеніңе рахмет, танысқаныма қуаныштымын. Мынаны көріп өзім таңғалып жатырмын. Мені таңғалту қиын негізі. Рас айтамын. Кезінде маған да сенбеген, бірақ қазір үкімет сенеді, халық сенеді. Қазаққа сену керек деп есептеймін. Қазақты қолдау керек деп есептеймін. Алматыда тұрғаныма 30 жыл болды. Осының үстінен қап-қара бір крышка сияқты. Қазан жауып қойды ғой. Қазір оның бәрі көтерілді, смог кетті деп айта алмаймын. Бірақ мен ана көрініспен мына көріністі салыстыра аламын. Өйткені осы жерде тұрам күнде көремін. 838 миллион кеше салдық қой. Бюджеті. Иә, бір жылға мысалы 100 адам Алматыда табылады деп есептеймін. Ойлаймын. Алматыда жүрген ел ағалары осындай челлендж жариялаймын. Неужели 8 миллион 300 мың теңге таба алмайсыңдар? Көмектесіп асар жасайық, өзім бастайын, барсықтардың